Эпилепсиясы бар пациенттердің көбінде мынадай сұрақ болып жатады. Дәрігер, мен бала кезімде құлап қалғанмын, басымды ұрып алғанмын, қазіргі болып жатқан эпилепсия соның себебінен ба деген. Бас ми жарақатын алған пациенттердің барлығында бірдей эпилепсиялық ұстамалар пайда болмайды. Посттравматический эпилепсия бас ми жарақатынан кейін, соққыдан кейін, немесе әртүрлі себептермен миға жасалған операциядан кейін пайда болуы мүмкін. Посттравматический эпилепсия пайда болу үшін жарақаттың себебінен міндетті түрде мидың клеткалары зақымдалу керек. Тек сол жағдайда ғана ұстамалар пайда болуы мүмкін. Ал болып жатқан ұстамалар осы бас ми жарақатымен байланысты екенін арнайы приступтың сипатына қарап және арнайы тексерістерге сүйене отырып дәлелденеді. Тек сол жағдайда ғана біз айта аламыз, бұл эпилепсиялық ұстамалар жарақаттың себебінен немесе онымен байланысы жоқ екені. Алғашқы приступтар жарақаттан кейін бірнеше аптадан бірнеше жылға дейінгі аралықта пайда болуы мүмкін, бірақ көбінесе алғашқы 2 жылда көрініс береді. Посттравматический эпилепсияны емдеуде ұстамаға қарсы дәрілер тағайындалады. Егер дәрілердің көмегі жеткіліксіз болса, нейрохирургиялық операция арқылы зақымдалған мидың бөлігін алып тастау қажет болады.